Жаңа жылды от шашусыз елестету қиын. Қызығына алданып, көп адам оның қауіпті екендігін естен шығарып алады. Сіз білесіз бе, от шашуды қалай қолдану керек? От шашудан әсіресе балалар жеңіл, кейде ауыр жарақат алып жатады. Заң бойынша 16 жасқа дейінгі балаларға пиротехникалық бұйымдарды сатуға қатаң тыйым салынған. Сатып алар алдында қызметтік жарамдылығын тексеруді ұмытпаңыз. Егер денеңізді күйік шалса, оған қарсы жақпа майларын қолданбай, салқын сумен ғана жуып, дәкемен таңып тастаңыз. Техника қауіпсіздігін сақтамай, көзге зақым келсе, міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгінгеніңіз абзал. Егер көзіңізге пиротехникалық бұйымдардан зақым келсе, өзім білемге салу дәрі-дәрмек қолдануға, оны ұстап алып тасауға болмайды. Өйткені асқындырып алуы мүмкін. Жай ғана бір дәкемен көзді басып, жедел түрде ауруханаға келген дұрыс. Ал сақтау мәселесі басты назарда. Құрғақ және қыздыратын жабдықтар мен тез тұтанатын бұйымдардан алыс, 30 градустан аспайтын жағдайда сақтау керек. Бенгал шамдарынан басқа бұйымдарды ашық алаңқайда пайдаланған жөн. Ең дұрыс орындар спорт алаңдары мен жазық жер. Үй терезесінен, төбесінен, орман алқабынан, қылтимада тұрып қолдануға қатаң тыйым салынады. Қаражатыңызды үнемдеймін деп сапасыз өнімді алар болсаңыз, бағытынан ауытқып, жарылып кетуі мүмкін. Нарықта пиротехникалық бұйымдардан алуан түрі бар. Тұтынушыларға кәсіби маман ретінде сапалы өнімді қолдануға кеңес беремін. Олардың бағасы қымбат болуы мүмкін. Себебі сапалы өнімді жасау үшін өндірушілер үнемшілдікке бой алдыртпайды. Сатып алушылар мынаны білу керек. Арнайы зауыттан шыққан өніммен басқа қолдан жасалған бұйымдар көп. Дұрысы сатып алар кезде арнайы рұқсат қағаз сұрау керек. Үстіңізге отқа тез тұтанатын киімдер кимеңіз. Мүмкіндігінше көзіңізге көзілдірік тағып алсаңыз артық болмайды. От шашуды қолдануда тәжірибелі маман болсаңыз да нұсқаулықпен танысыңыз. Ол жерде қауіпсіздік радиусы болады. Мәселен, үлкен емес бенгал оттарынан жарты метр, ал Рим шамдарынан 5 метр алшақ тұрған дұрыс. Үлкен от шашудан 30 метрге дейін алыс тұру керек. Қаңтар айының 1-і жаңа жылдың басы. Келе жатқан тауық жылы әр шаңыраққа жақсылығымен келсін. Одно скажу, дыма нереально много.